Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 74-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмамыз мәтінді оқу керек, одан кейін мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Мәтін не туралы? Мәтін киіз үй мен ағаш үйдің ерекшелігі туралы. Мәтін бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Достардың табыс көзі не? Олар немен айналысты? Әділқазы қандай шешім шығарды? Киіз үйдің және ағаш үйдің ортақ белгілері мен өзгешеліктерін ата. Ортақ белгілері екеуі де үй туралы, өзгешеліктері киіз үйдің сыртын мақтамен қаптайды. Ағаш үй бөренелерден салынады. Киіз үй көшіп-қонып жүруге ыңғайлы болса, ағаш үй қыста жылы әрі жайлы болады. Қарамен жазылған сөздерден туынды зат есімдер құрастыр. Дос, достық, табыс, табыскер. Келесі орындайтын тапсырмамыз өлеңді көркем жаз, яғни қатесіз көшіріп жазамыз. Одан кейін өлеңнің соңында тұрған сұрақтар арқылы тапсырма орындаймыз. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде киіз үйдің әдемілігі туралы айтылған. Киіз үйдің қандай жабдықтарын білесің? Киіз үйдің жабдықтары бас арқан, бақан, уық және де тағы да басқа жабдықтары бар екен. Келесі орындайтын тапсырмамыз зат есімді сөз құрамына қарай талдап жазу керекпіз. Атам, негізгі зат есім, малын, киіз үйін, жиһазы, туырлығын, аспан. Бұлардың барлығы негізгі зат есім болып табылады. Келесі орындайтын тапсырмамыз бізге бірнеше сөз берілген, сол сөздерді пайдаланып біз туынды зат есім құрастырып жазу керекпіз. Кітап, кітапхана, мал, малшы, құс, құсбегі, аң, аңшы, мүсін, мүсінші. Келесі бізде шығармашылық үзіліс, яғни берілген кесте бойынша біз мында сөйлем құрастырып жазу керекпіз. Қабырғасы тор көз, төбесінде зор көз. Яғни бұның жауабы бізде киіз үй болады. Және сол шыққан жауабымен сөйлем құрастырып жазу қажетпіз. Киіз үй өте әдемі және керемет.